Бүгін республикамызда атаулы мереке. Сол себепті мемлекетіміздің ең үлкен шаһарында, яғни мәдениет астанасында Абай атындағы дарын мектебінде үлкен мейрам, яғни той аталып өтуде. Ауаны бәжі. Сол мерекенің өтуіне үлкен атсалысып отырған мектептің түлектері, әйгілі жұлдыздары, аяулы ұстаздарына, яғни мұғалімдерге арнаған ізгі лебіздерін қабыл алыңыздар. Джентльмен деп енді ағылшынша жыртылмай қойын енді. Өзімде қазақтың қарадомалақ баласымын ғой. Шымкенттенмін негіз. Мен де осы дарын мектебінде оққан едім. Жастық шағым дарында өтті. Осындай президент болғаныма көп септігін тигізген дарын мектебінің ұстаздары. Бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын. Бақыттан бақытқа жете беріңіздер. Америкаға келсеңіздер, хабарласыңыздар. Күтіп аламын әрине. Сол, қош, сау болыңыздар. Армысыздар енді, құрметті көпшілік. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ұялып тұрмын енді, сөзім шыны керек. Мұғалімдерден ұялып тұрмын. Мұхтар ағайға да хабарласпағалы көп болып кетті. Бәріміз енді дарын деген кіші шаһардан шықтық қой. Есімде 8-9 сыныпта доп тебек десек, кейде ғана Дәурен ағайлар доп беретін. Оның өзінде де әрең сұрап алатынбыз. Сол кейбір кезде бергеннің арқасында ғой деймін. Шалқып күліп жүрміз. Европа чемпионы атанып жүрміз. Енді мұғалімдерге рахмет айтам. Мерекелеріңіз құтты болсын. Не деймін, барлығын қатар-қатар құттықтап шығайын. Барлығына бақыт тілеймін ең біріншіден. Зор денсаулық, ашық аспан, махаббат тілеймін. Жан сұлулығын тілеймін. Барлығы бақытты болсын. Жамбылдың жасын тілеймін. Абайдың басын тілеймін. Енді айта берсең көп қой, енді бастысы дарындықтарға айтарым, ұстаздарды құрметтеңіздер, бағалаңыздар. Енді ұстаздардың мейіріміне бөлене беріңіздер. Енді міне сөз беріп отырғандарыңызға рахмет. Енді мен мына дарынды ескере алатын болсам, мен дарында негізі көбінесе өзім орысша сөйлейтінмін. Орысша сөйлегенде Раджан апай, Ардақ апай, сол кісілерге көп еліктеп, сол кісілердің артынан қалмай сөйтіп үйрендік. Енді мен өлең шығару жолымда өзім Мырқымбай немесе Собака деген өлеңдерді шығарайын деген мен сол кісілерді еске алып едім. Бүгін дарында мұғалімдер күні екен, соларды құттықтаймын. Шын жүректен мені еске алып отқандарыңызға рахмет. Қысқаша айтқанда, енді сіздерге рахмет, за такой қошемет дей аламын, енді басқа ештеңе дей алмаймын. Мен сөйлеймін ба не? Мен не деп сөйлеймін енді? Мәсі, ұялып тұрым бар ғой. Негізі құттықта деген соң құттықтай салдым. Мен танымай тұрған шығар енді жерде кім деп. Мен 9-шы класста шығар жүрген мен мектептен. Балалардың құлағын қайырдың деп. Сол ұрам деп ұрған жоқ негізі мен олар. Система деп сол. Бұл мектептегілер онша танымайды мен негізі. Сол кезде шығып кеткем ғой, енді уақыт болатса барам тағы. Енді мұғалімдер мерекесі құтты болсын бүгінгі болып жатқан. Give me a parachute.